Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақ арнасын қолдау мақсатында маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге пармуда самсасын жасауды көрсететін боламын. Бұл өте ерекше самса. Құрамына қаймақ, жұмыртқа, сары май, тұз, ұн, разрыхитель қажет болады. Бөлме температурасындағы сары майымызға қаймағымызды салып, екеуін араластырамыз. Екеуі біркелкі масса болғанша араластыруымыз қажет. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, араластырып, сұйық массамыздың үстіне жаймендеп салып, қамыр илейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығатын болады. Осы жұмсақ қамырымызды біз 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді біз салмасын дайындауға кірісеміз. Біздің пиязымызды майдалап турап аламыз. Оны фарш екеуін жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызға тұз, бұрыш және зира қоссаңыздар болады. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, 30 грамм бөліктерге бөліп шығамыз. Барлық қамырымызды бір тегіс етіп бөліп шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызша түйсеңіздер де болады. Міне, мен осындай кішкене бөліктерге бөліп шықтым. Енді жаюға кірісемін. Шет-шеттерін жұқа етіп, ортасын орташа қалыңдықта жайып шығасыздар. Үстіне салмамызды саламыз. Қалауларыңызша салсаңыздар болады. Енді шет-шеттерін осылайнан түйіп шығатын боламыз. Ешқандай жері ашылып қалмауы керек. Егер ашылып қалса, салмамыз сыртына шығып кетеді. Жақсылап қысып, барлық самсамызды осылай түйіп шығатын боламыз. Түйілген самсаларымыздың барлығын 200 градуста 30-35 минутқа пешке саламыз. Қалауларыңызша жұмыртқа және күнжіт мақ сепсеңіздер болады. Егер сізге видео ұнаған болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз.